сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Есіміңіз кім болады? Үрлей Мәулен. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Лиза, танысқаныма қуаныштымын. Бүгін қандай күн екенін білесіз бе? Бүгін кітап сыйлау күні. Керемет. Жалпы бүгін халықаралық кітап сыйлау күні. Осы мейрам жайында сіздің ойыңыз қандай? Бұл мейрамның мақсаты қандай? Білімді жетілдіру. Кітап қанша дегенмен керек қой, кітап оқу. Иә. Қазіргі заманда негізі кітап оқыған жақсы деген шамалы сана сезімі адамның білімі жетіледі. Иә, өте дұрыс айтасыз. Осы мейрамға орай біздің кішігірім сыйлығымыз бар сізге. Сіздің немереңіз бар деген ойдамын, және сіздің немерелеріңізге осы кітап өз септігін тигізеді деген ойдамын. Сізге үлкен рахмет осы акциямызды қолдағаныңыз үшін. Осы акциямызды үлкен рахмет. Аман болыңыз. Амандық, саулық тілеймін. Рахмет. Біз халықаралық кітап сыйлау күніне орай акция орнатып жүрміз. Маған айтшы, жақын арада 9 ақпан күні қай поэттің, қай ақынның туған күні болды, білесің бе? Мұқағали Мақатаев. Иә, өте дұрыс. Осы акциямызда қатысқаның үшін рахмет. Мінекей саған кішігірім тарту. Аман бол, кітапты оқы. Аман бол. 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күні. Соған орай сіздерге қояр сұрағымыз бар, жауап берсеңіздер. Осы Қызылордалық қандай ақын жазушыларды білесіздер? Әбілда Тәжібаев, Тұрмағамбет Ислеуов, Нартай Бекежанов. Рахмет, сіздерге кітап сыйлаймыз. Сіздерге бір-екі сұрақ қойып жүрсек. 14 ақпан қандай мереке екенін білесіздер ме? Кітап күні. Иә, кітаптар күні. Қандай ақын жазушыларды білесіздер? Мұқағали Мақатаев, Құнанбаев, Бердібек Сапарбаев, Мұқағали Мақатаев. Жалпы ол кісілердің жазбаларын білесіздер, қандай өлеңдерін оқисыздар? Мысалы, бір шумақ болса да айтып бере аласыздар ма? Абай Құнанбаевтың өлеңдерін болсын. Бүгін менің туған күнім ойып бәле. Мен халқым не жатыр тойламай. Бір той сәт береріміз бар. Сосын қой. Маған қарама. Уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет. Сіздерге кітап ұсынамыз.